Biz қазір Абдувалиев клиникасынан сөйлеп тұрмыз. Бұл клиникамыз қазір біздің неде, Алтын Ордада. Енді мен екі қағиданы айтып өтейін. Bir шал бар екен, жасы 100-де. Күнде баласы келіп, атасына сәлем беріп, батасын алып кетер екен. Кешқұрын әпет келер екен. Атасына сәлем беріп, батасын алып кетер екен. Күнде шал 100-ге кепті. 100-ге келіп, баласына батасын беріп, шал қайтып қалыпты. Ол баласы қазірде жақсы жасап жатыр екен. Енді екінші мысал. 57-те келген шал, 4 баласы бар. 4 баласын тоғамайды деген ғана шал. Bir нәрсені айтқанға, бір нәрсені қылдырам дегенге келемейді екен. Жаңағыдағы 100-ге келген шал сап-сау болып өзінің қарлығымен кеткен. А жаңағыдағы 57-тегі шал ауру болған, сахары бар, басқасы бар, давлениясы бар. Сонан сол жанжалдың ішінде өліп кетеді ғой. Оның балдарды кетеді. Бұл екі мысалдан мен сізге түсіндіріп жатырмын, нені түсіндіріп жатырмын. Бұл дегені барлық нәрсе семьядан басталады. Семьядан басталғанда семьяның қазір семьяны бізде тәрбиелеудің екі жолы кетіп жатыр қазір. Бірінші европейский тәрбие бар, екіншісі біздің ескіше мұсылманша тәрбие бар. Енді европейский тәрбие бойынша это свобода. Бала қалаған нәрсесін істейді, қалаған жерде жүреді, қалаған мектебіне барады. Оның басында бір установка деген нәрсе жоқ. Так, европейский емес. Қазір Европа соған кетіп жатыр барлығы. Өте ақыры қиын мәселеге жағдай әкеліп жатыр қазір. Диетасы, басқасы, оның бәрін айта берсе өте әңгіме көп бұл жерде. Енді екіншісі біздің мұсылманкершілікпен жүретін тәрбие. Бұл жерде не? Бұл жерде жастық бастан бастап балаға уже туылғаннан кейін секен Алланы үйрете бастайды. Намазға үйрете бастайды. Сәлем беруге үйрете бастайды. Қариеге, кішкентайға ізет қалай қылу керек, дастарханның арасында қалай отыру керек, қалай тамақты жеу керек, үлкеннің отыратын жері қайда, кішкентайдың жері отыратын қандай сөз, не сөз сөйлеу керек сол жерде. Бұның барлығы біздің шариғатта, мұсылманкершілікте жазылған. Енді қазір осы тәрбиемен жүрсе, бұл өте дұрыс. Міне қазір енді европейский кетіп қалса, ол жақта уже тәрбие қиын. Соның ол адамның денсаулығы, адамның мынау семьядан басталады ғой, семья. Семьяда біріншіден семьяда бірінші установка болу керек екен, установка. Установка европейский болған болса, уже қауіп-қатер көп. Установка мұсылманкершілік бойынша болған болса, қауіп-қатер аз. Бұның енді екеуінің түбінде де өте әңгіме көп. Бұны целый лекция оқыса болады. Енді бірақ мен қысқа қылып айтып өтпекшімін. Мұсылманкершілікте болса не болады, соны айтып кетпекшімін мен. Мұсылманкершілік болғанда дастарханда отыратын болса, бірінші бісмилланы айтады. Сотка телефонды жинастырып қояды. Так, енді европейский болғанда қалай? Бәрі отырады, кім қалағаны ішеді, мына біреу телефонда, анау аяқта, анау шайына келеді, біреу жоқ. Порядок жоқ. А ол мұсылманкершілікте порядок бар. Міне біздің мұсылманкершіліктердің келіндер қалай қызмет қылады үйінде? Шәр бір пелай шайды тұрып береді орнынан бетіп. Бәрі пәрәді қойын бәрі. Енді неге жаңағыдағы 100-ге келген шал азанда келіп баласы атасынан пата сұрайтын болса, сол бір патаны жетер екен ғой шалға. Болды, оған тамақтың да керегі жоқ. Шал довольный болып қалар екен. Сол үшін ең главный бірінші үйде махаббат, тәрбие, ерлі зайыптының арасында отношение, гармония болу керек екен, балдардың тәрбиесі үшін. Гармония болған кезде олар қайсысы гармониямен кетіп жатыр ғой, европейскиймен ба жоқ, біздің восточныймен кетіп жатыр ма, тоже имеет значение. Соның арқасынан келіп шығып, кейін тамақтануға өтеміз. Тамақтанған кезде қазір ең желательно салауатты тұрмыс салтын алып бару керек, дұрыс тамақтану керек. Ең бірінші не? Химикаттарға жоламау керек. Химикаттар болғанда не? Гамбургерлер болады, азыр балдар, азыр міне өзімнің жиендерім бар, үйге заказ береді. Заказ бергенде не келеді ғой жаңағыдағы? Анау суши келеді, жейтін сол. Суши келеді, одан ана тауықтың несі бар ғой, қауыр қойғаны, картошканың несі келеді. Қатырып қауыр қойғаны бар ғой. Это самые опасные пищи олар. Бүтін баланың бүтін қанын айнып жүреді ғой, аллергия келеді. Уже қан айниды. Бұның бәрі келеді. Сол үшін бірінші тамақ. Тамаққа тоже это отдельный тема. Натуральный тамақтану керек, дұрыс тамақтану керек, уақытында тамақтану керек. Так, бұл бірінші қағидасы.
Екінші қағидасы, енді баланың жүріс-тұрысына не байланысты келеді бұл жерде? Баланың жүріс-тұрысы егер дұрыс болмайтын болса, ол көп нәрседен шығып кетіп қалады жолдан, оказывается. Баланың басында установка болу керек екен, установка. Соның үшін мұсылман кәжесі айтады. 5 жасқа шейін баланы патшаңдай көр дейді, 12 жасқа шейін құлыңдай көр дейді, 12-ден кейін досыңдай көр дейді. Сол үшін егер балаға дұрыс тәрбие беріп барсаңыз, ол бала сіздің ақырында рахатын көресіз. Егер оны қылмасаңыз, ақырында жаңадағы айтқанда 57-дегі атаға ұқсап уже қайтып кетесіз. Екінші мәселе, баланы обязательно спортқа беру керек. Бала 3 күн аптасына спортқа бару керек. Независимо, қыз бала болсын, ұл бала болсын. Спортқа барғанда да мощный спорт болу керек. Спорт болмаса болмайды. Және бір ең қағида, бұл минет. Баланы минетке үйрету керек. Баланы минетке үйренбесе, ол баладан келешекте бір нәрсе шығу өте қиын екен. Баяғыда біреуге айтты ғой, бір шал баласына айтты, балам, енді жігіт болдың, бір ақша тауып келші барып істеп депті. Баласы барып, енді істемеген ғой, әпшесінің үйіне барып 5 күн жатып кепті. Әпшесі бар, ақша беріп жатып, үйіне келіп, мә әке ақша тауып келдім депті ғой. Әкесі ақша тапқанына береке берсін деп отқа тастай жүріпті, жанып кетіпті. Отыр дейді. Және ақша тауып кетеді дейді. Кейін екінші жездесінің үйіне барыпты. Жездесі және ақша беріп жүріпті. Және міне ақша депті. Әкесі тапқаныңа береке берсін деп және отқа тастай жүрген ғой. Енді және ақша әкел депті. Қарасақ баратын жер жоқ. Өзі барып істеп тауып той жаңағы бір ай істеп әйтеуір амалдап ақша тауып кеп келгеннен балам келдің бе депті. Қана ақшаңды, міне ақшаң деп. О балам берекесін берсін деп отқа тастайын жабысты қолына бүйтіп. Міне минеттің қандай майнасы бар. Соның үшін бұл жерде өте әңгіме көп. Егер балаңызға сіз тәрбиені жақсылап берсеңіз, жаңа қартайған уақытта жаңадағы 100-ге келген шалға ұқсап кетесіз. Егер де басында тәрбиеңіз нашар болса, жаңадағы 57-ге келгенде шалдай 57 жасыңызда қор болып, ауырып кетесіз. Соның үшін семья бұл не дейді, мынау өкіметтің отбасы, өкіметтің кирпичі. Семьядан отан пайда болады. Соның үшін біздің Қазақстандағы семья қаншалықты не болса, семьяда тәртіп болса, семьяда әділдік болса, семья жақсы тәрбие болса, бұл отанға өте пайдасы үлкен. Одан кейінгі шыққан ол жердегі адамдардың өзі рахаттан жүреді олар. Балдардың өзі кейін әке шешесіне рахмет айтады да. Егер балаға әке тәрбие бермесе, қандай бала шығады одан? Ол әкесін кейін айтады ол. Әкем маған тәрбие бермеді. Соның үшін тәрбиенің рөлі өте үлкен. Біз өте бұған үлкен көңіл бөлуіміз керек. Бұның ең главный, бұның барлығы сол денсаулыққа барып тақалады. Жаңа айттым ғой мен, ата 100-ге келіп қайтыс болып кетті, өз разылығымен. Анау ата 57-сінде 4 баласын тауамай, инфаркт, инсульт болып кетті деп. Соның үшін мен тілейтінім, семьядан көп нәрсе басталады. Қазір семьядағы ауырып жатқанның барлығы осы бірінші тәрбиеге тақалады. Екінші образ жизньға тақалады. Так, үшінші дұрыс тамақтануға тақалады. Бірақ бірінші орында тәрбие тұрар екен, тәрбие болса тәрбиеден кейін басталар екен барлығы бүйтіп. Сол үшін біздің айтатынымыз не дейміз, ауырмаңыздар, сыздамаңыздар, заман тыныш болсын, Қазақстан өркендей берсін. Так, семья бұл ең бақытқа жетеді, бақыт семьяда білмеңіздер. Семья гармония болса, семьяда тыныштық болса, семьяда бақыт болса, ол жерде бәр нәрсе болады. Ол жерде келешекте барлық нәрсе болады. Отан күшті болады да. Семья это кирпич, семья это отанның кірпіші. Соның үшін сіздерге тілейтініміз денсаулық, барлықтарыңыз отбасыларыңызға құт бареке, ешкім ауырмасын, бақытты болыңыздар, не дейміз. Соның үшін рахмет айтамын сіздерге.